Баршаңызға сәлем. Мен сізге бұл видеода екі бұрыштың қосындысы мен айырымының синусы мен косинусының формуласын қалай тез оңай жаттап алуға болатынын сізге айтатын боламын. Бізде ол синус пен косинусқа қатысты альфа бета дегеніміз бізде бұрыштарымыз, яғни бір бұрыш және екі бұрышымыз береді. Соның қосуы мен қосындысы мен айырымын қалай ашамыз деген сұрақ бұл жерде. Және бұл формуланы бұл түріне қарасаң бір ұзақ шұбартылған формулада, бірақ бұның жаттауы өте оңай. Қалай десеңіз, бізде тек бір нәрсені жаттап алсақ болды. Косинуста бізде косинус синус болып ашылады дегенді жаттасақ, сонда косинус дегеніміз косинус альфа косинус бета, синус альфа синус бета. Және косинуста бізде косинус синус болып ашылады, бірақ таңбамыз қосу таңбасы болса, ашқан кезде бізде азайту болады деп жаттабамыз. Қарама қарсыға ауысады. Келесі екіншісі қалай болады сонда? Косинус альфа косинус бета, және мынау азайтылған болса бізде қосу болып ашылады да, синус альфа синус бета болады. Ал синуста бізде косинус сияқты емес, синус синус болып ашылады. Яғни синус альфа косинус бета, міне бірінші альфа жазамыз, сосын бета жазамыз. Міне бірінші альфа бета, сосын альфа бета жазамыз. Бұл бұрыштарды бізде бірінші екінші деп міндетті түрде сол қалпы жазамыз. Және косинус альфа косинус бета деп жазамыз. Яғни синус синус болып ашылады. Синус синус болып ашылады. Және таңбамыз сол қалпына қалай береді. Яғни косинуста бізде косинус синус болып ашылады, таңбамыз қарама қарсы ауысса, ал синуста синус синус болып ашылады, бірақ таңбамыз сол қалпы қалай береді деп жаттап алсақ болады. Яғни келесі айырымында бізде синус альфа косинус бета азайтылған косинус альфа синус бета болады. Яғни бұл жерде бірінші бұрыш пен екінші бұрыш, және косинус бірінші бұрышты алады да, сосын синусымыз екінші бұрышты алады екен.